екі өлшемді массивтарды құрастыру үшін біз ең алдымен бір бос список, бос массивімізді ашайық, А деп. Одан соң цикл арқылы осы массивті тағыдан бір массивтермен толтыруға тырысайық. For I in range 10 рет емес, 3 рет деп көрсете салайық. 3 рет айналдырамыз және әр айналымда аның ішіне айды салып отырамыз дейді. Бұлай салатын болсақ, 0, 1, 2 деген сандар осы А массивіне салынып, біздің А массивіміз матрица емес, қарапайым массив болып қалады. Біз не істейміз? Біз осы нөлдерден тұратын төрт нөлден тұратын спискті қосайық. Мына 0 спискте тұр, оны 4-ке көбейткенде 4 нөлден тұратын массив пайда болады. Сол бір массивті А массивінің ішіне салсақ, сонда массивтің ішіне массив салғанда матрицамыз пайда болмай ма? Енді бұл жолы біз тоже print A деп көретін болсақ, запуск басқаннан кейін дәл жаңағыдай 4-0, 4-0, 4-0 пайда болды. 3 реттен, бірақ бұл жолы біз аның ішіндегі 0-ші жолдағы 3-ші элементті 10-ға ауыстыр дейтін болсақ, және одан кейін тағы да нәтиже қандай болғанын көз жүгіртсек, бұл жолы жаңағы көрген қателігіміз қайталанбады. Бірінші жолда мен көрсеткендей 0-ші жолдағы 3-ші элемент мына 10-ға ауысты. Ал қалғандарында өзгеріске ұшырамады. Яғни біздің қалағандай матрицамызды құрастыру үшін осындай жол жазу керекпіз. Екеуінің айырмашылығы неде? Жаңағы жолда біз массивті 3-ке көбейту арқылы оны просто копировать етіп, алдыңғы ссылка арқылы дублировать ететін еді. Ал бұл жолда біз 3 айналым жасадық. Және әр айналымда жеке-жеке соған ұқсағанымен, бірақ жеке-жеке қосылғандықтан бұл әрбір жолдың идентификаторы әртүрлі болып, яғни ішкі осы Pythonның өзінің ішкі структурасынан қарап тексеретін болсақ, бұл жерде әр массив жеке-жеке массив, бұлар дубликаттар емес. Сондықтан да бізде мына өзгеріс барлығына әсер етпей, тек керегіне әсер етіп, біздің дұрыс матрицамыз пайда болды.